80-ші жылдардың ортасы. Арнольд Шварценеггер братан формада. Терминаторға түсіп тастаған, енді не бар деп жүргенде әйгілі Хищник фильміне шақыртып алып басты рөлді бұйырады. Фильм жаман шықпады, ал Арнольд Шварценеггер өз рөлін жақсы сомдап шықты. Достар, сәлем. Сіздермен мен Асхат Жапаров. Бүгін Хищник добыча приквел туралы айтатын боламын. Ұнап жатса тіркеле кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер. Олай болса кеттік. Темір Арнольд алпауыт жауынгер рөлін жақсы сомдап шығып, сөзсіз алғашқы фильмі осы тарихта қалды Хищниктің. Бес қару сайланған өзге ғаламшарлық тіршілік иесі мен жалдамалы жасақ айқасқа түскен бұл фильм әлі күнге дейін ең үздік фильмдер қатарында. Бір фильм сәтті шыққаннан кейін оның жолын қайталап, сондай табысқа жеткісі келіп, әдетте соның жалғасын түсіріп жатады ғой. Ол бірақ әдетте ондай табысқа жете бермейді, оны көптеген фильмде дәлелдеп берген, және өкінішке орай Хищникте дәл солай болды. Хищниктен кейін Хищниктің екінші бөлімі түсті, 91-ші жылы қателеспесем, одан кейін үшінші бөлімі. Одан кейін оны өзінен өткен бір Чужой деген албастымен апарып айқастырды. Содан кейін 2010-да бір фильм, одан 2018-де, 2018-ден кейін бүгін осы 2022 жылы Хищник добыча приквелі шықты. Осы біріншісінен кейін жаңағы 4-5 фильмнен кейінгі ең бір назар аударуға тұрарлық, жаңағы көруге тұрарлық дүние түсірген, осы араға 25 жылды салып. Осы фильмнің қысқаша шығу тарихы, осы Хищниктің 2018 жылғы фильміні түсіру барысында осы Хищник фильмдер сериясының продюсеріне Дэн Трахтенберг деген режиссер мен Патрик Уэйстин атты сценарист келіп өзінің жобаларын ұсынады. Дэннің фамилиясы тегі оғаш көрінуі мүмкін, бірақ бұл тек орыс тілін білетіндерге ғана, достар. Оның Дэн Трахтенбергтің ұлты еврей, олар үшін бұл фамилия ондай катастрофа емес енді. Түсініктеме беру үшін. Осы кісілердің жобасы жаңа Джон Дэвиске ұнаса керек. Түсіру жұмыстары сол сәтте келісіліп, содан кейін жаңа түсірім жұмыстары басталып кетеді ары қарай. Және де кейбір сәттерді қоспағанда, достар, фильм назар аударуға тұрарлық. Жаңа айтқанымдай, бір кеште уақыттарыңызды бөлуге лайықты фильм. Неге екенін айтып берейін. Фильм бізді сонау 18-ші ғасыр 1719 жылғы жаңағы Еуропадан жаңа жерлерді ашуға барған, конкискадорлар болсын, француздар, ағылшындар болсын, жаңа жергілікті тайпалардың қыратындарын қырып, жерлерін алатындарын жерлерін тартып алып, келісетіндермен келісіп жатқан кезең, суреттер болсақ, міне сондай тайпалардың бірі Команчи тайпасы. Осы Команчи тайпасында Нару атты өжет қыз ағасы секілді ұлы аңшы болғысы келеді. Тайпаның өзге қыздар секілді жаңа тамақ пісіру, кір жуу деген секілді дүниелерді қойып, өзінің аңшы болғысы келетінін дәлелдегісі келеді. Ал қуанышына орай оның ағасының абыройы болып, өзімен бірге жаңағы аң аулауға, басқа өзге тайпаның еркек кіндіктілерімен бірге аң аулауға шығуға рұқсат береді. Әрине, оның өзге тайпаның өзге жігіттері оны мысқылдап күледі оған. Нару осы аңшылық барысында көптеген қызық жағдайларды байқайды. Ол жаңағы мысалы аспаннан бір найзағай құсты байқайды. Ол шын мәнінде ол Хищниктің жаңағы корабль, жат жерлік корабль. Одан кейін тағы да бір жыланның теріс ағы сыпырып тастағанын байқайды. Енді сау адам солай істемейтінін білгеннен кейін оған өте қызық көрінеді. Және әрине оны басқа тайпадағы жігіттерге айтқанымен, жаңағы өзге тайпаның аңшыларына айтқаннан кейін олар оған күліп қана қоя салады, сенбейді. Ол енді өзіне оны осы көктен түскен белгі ретінде қарайды, белгі деп біледі. Оның жаңағы тағдырына, маңдайына жазған осыны байқау, сонымен күресу деген секілді. Сөйтіп олар жолбарыс аулаймыз деп жүріп, жат жерлік құбыжыққа тап болады. Енді біздің Хищнигіміз үйреніп қалған әдеті тайпаның аңшыларын бірінен соң бірін қара бастайды. Тек қана біздің Нару қызымыз ғана өзінің ақылдылығымен, мұқияттылығымен жаңағы Хищниктің осал тұсын тауып, оған лайықты қарсылас бола біліп, оны ақыр аяғы жеңіп тынады. Қысқаша айтсақ осылай. Достар, фильм өте жеңіл шыққан, қарапайым, бір қандай да бір күрделі сюжет жоқ, мотивтерін іздеп бас қатырмайсың. Мылқау фильм десе де болады, неге десеңіздер, оны дыбыссыз көрсеңіздер де түсінетін фильм. Фильм өзінің жаңағы линиясымен өзі кете береді. Фильмнің хронологиясы да өзгеше. 18-ші ғасыр. Ол жерде жаңағы калашников жоқ, автомат, винтовка, лазерлік қару-жарақ жоқ, найза садақпен қаруланған адамдар Хищникке, бес қару сайланған Хищникке не істей алады деп ойлайсыздар ғой. Ал сайып келгенде көп нәрсе істей алады екен, достар. Оны бізге жаңағы әдемі жеткізе білген операторлар, режиссерлар. Бізге Команчи тайпасының қандай өжет екенін, қандай жаңағы жекпе-жекте қандай мықты екенін көрсете білген. Енді ол жерде Команчи тайпасының жаңағы күнделікті өмір салтын көрсетті деп айту қиын әрине. Бірақ бұл жерге бізге жаңағы Хищник пен тайпа аңшыларының жекпе-жегін әдемі, әсем табиғатта көрсете білген. Алғашқы фильм осы фильмнің қайнар көзі десе де болады.
сол ұқсастықтарды айтатын болсақ, оның әрине ол бірінші ол фильмнің локациясы, яғни екеуі де орманда түскен. Осы бірінші фильмнен кейінгі басқа фильмдердегі сияқты жаңағы спецэффектіні пайдаланып, көптеген компьютерный графиканы пайдаланып, жаңағы бірдеме істеп өйтіп сапасыз дүние түсірген жоқ бұл жерде. Бұл жерде ну орманда жаңағы айттым ғой жоғарыда, хищникпен айқасты табиғи әсемдікпен әдемі түсіре білген. Одан кейін Арнольд Братанның кейіпкерімен Нару да хищниктің жылуды көре алатынын байқайды. Егер өздерінің тәніндегі жылулықты қандай да бір жолмен жасыра алса, онда оларды хищник көре алмайды. Алғашқы фильмде Арнольд Братанымыз жаңағы оны балшықпен жауып, денесін балшықпен бүркеп жауып, сылап өзін жасырған болса, екінші фильмде Нару енді кішкене медицинаға жақын ба, шөп шалаңға жақын болғаннан кейін өзінің қандай да бір шөп дайындап, өзінің жаңағы температурасын түсіріп, жылуын түсіріп, хищниктен жасырынды. Ал тағы бір ұқсастығы ол екеуі де тұзақ құрады. Арнольд Шварценеггер Братан да, жаңағы Нару да соңында хищникке тұзақ құрып, өздерінің тұзағына түсіріп, ақыры оның жанын жайлауға жібереді. Жалпы фильм оң бағасын лайықталды деп ойлаймын достар. Енді кейбір сәттер болады, енді кейбір носы болады ғой. Енді ол нолар туралы да айта кетейін жарайды. Ол жерде мысалға аңдар, ол жерде жыртқыш аңдарды хищникпен жаңағы айқасады ғой, қасқыр болсын, ол жерде жаңағы гризли болсын, аю. Соларды кішкене графикасы кішкене білініп тұрады, енді компьютер екенін көрініп қойған. Былай жаман емес. Сосын маған қатты көзге батқаны ол жаңағы хищникті фильмнің соңы, яғни хищникті қалай өлтіргені, ол жерде кішкене басқаша жасарса ғой деп ойладым әрине. Қараңыздаршы, енді сіздер 18 ғасыр, ол жерде ешқандай да қару жарақ жоқ, айттым иә, лазерлік ату болсын, автомат болсын. Ал Нару хищниктің жаңағы бетпердесі бар ғой, сол бетпердесінен хищник қайда қараса, сол лазермен сол жерге атады ғой, жаңағы бетпердесіндегі лазер соған қарай өзінің дәл бағытымен ататын болады. Нару қызымыз соны түсініп қойып, асқан дәлдікпен, енді білмеймін анау қандай миллиметр кішілік болуы керек, қазіргі заманда өйтіп қоя алмас па еді, хищниктің қалай қай жерге келіп тоқтап дәл сол жерден ататын өлшеп болған ғой. Мысалға хищник келеді, бір жерге Наруға келеді, Наруға көздеп атқанда тура сол бағыттың оң жағына не қойып қойған, бетпердесін қойғанда анау атқан сәтте лазер өзін барып атып, басынан атып жарақат алып өледі. Міне осы жер кішкене өйткені Нару енді қандай ақылды болғанымен ол қару жарақ дегеннен енді жат аулақ, енді ол қандай арифметик емес, білмеймін енді кішкене енді ол енді әркімге әрқалай достар. Маған логикаға кішкене сыймады, ал былай жаман шықпады. Енді ол жерде көп қой аяқтауға болатын нәрсе дүние. Садақпен болсын, найзамен болсын, арқанмен болсын, бірдеме істеп өлтіруге болатын еді ғой. Жарайды достар, енді бұл режиссерлердің көзқарасы, оны солай қалдырайық. Енді бұл фильм жайлы көптеген блогерлер бұл феминизм деп жатыр, феминизмге толы фильм, жаңа тек қана әйел адамның айқасы деген секілді. Меніңше олай көрінбейді достар. Енді қанша дегенмен осы күнге түсірген фильмдердің бәрінде еркек ойнап шықты, мысалға арасында біреу болды әйел, қалың қайсы екен. Бірақ сонда да бір қыздың батырлығы туралы енді түсірді фильм. Ол мен өзім нормально қабылдадым, өйткені қаншама батыр қыздарымыз бар ғой өзімізде жетерлік, мысалға фильмде де соны бір көрсеткісі келген болар. Енді ол жерде мен ешқандай да феминизм деп саясаттандырғым келмейді бұл фильмді. Приквел өзіме ұнады. Осымен соңына да жеттік достар. Егер өздеріңіздің қандай да бір осы фильм жайлы ойларыңыз болса, комментарийға төменге жаза кетіңіздер, тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, атыңыздар, кино көріңіздер, түсініп көріңіздер. Жатса менімен бірге көріңіздер достар. Сау сәлемет па.